Сәлем достар, сіздермен Нұр Сезім. Менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін мен сіздерге өзіміздің қазақ халқының ұлттық тағамдарының бірі женттің дайындалу рецептін ұсынамын. Өте оңай жасалады. Сол үшін видеоны соңына дейін қарап, міндетті түрде жасап көріңіздер. Алдымен талқанға бөлме температурасында тұрған жұмсақ сары майды салып араластырамыз. Сары майдың майлылығы жоғары болған жақсы. Сол кезде біздің жентіміз өте дәмді және формасын жақсы ұстап тұрады. Кейін араластырып алғаннан кейін осыған біздің сахарный пудрамызды қосамыз және тағы да қолымызбен араластыратын боламыз. Сахарный пудраны міндетті түрде електен өткізіңіздер, себебі ортасында түйіршіктері қалып кетуі мүмкін. Кейін соңында қалауыңыз бойынша мейіз қоссаңыздар болады, не болмаса дәл осылай жинай берсек те болады. Енді дайын болған жентімізді төрт бұрышты формаға, не болмаса кез келген силиконовый формаға салып, формасын шығаратын боламыз. Мен бүгін дәл осындай төрт бұрышты формаға салып, осылай нығыздап орналастырдым. Бұл бізде кескенде формасын жақсы ұстап тұру үшін және әдемі болып тұру үшін қажет. Бүгін мен екі түрін жасаған болатынмын, яғни біреуі мейізбен, екіншісі мейізсіз. Екіншісінде дәл солай араластырып алдым және осындай домалақ силиконовый формаларға орналастырдым. Бұл формаларда біздің жентіміз өте жақсы орналасады және формасы өте әдемі болып тұрады. Сол үшін міндетті түрде осылай жасап көріңіздер. Кейін дайын болған жентімізді шамамен 8 сағатқа холодильникке жібереміз. Менде бір түн тұрды. Ертесі күні осылай кесіп, дастарханға ұсына берсеңіздер болады. Өте дәмді әрі оңай жасалады. Сол үшін міндетті түрде жасап көріңіздер және комментарий бөлімінде нәтижесімен бөлісуді ұмытпаңыздар. Достар, менің видеом ұнаған болса, міндетті түрде лайк, комментарий қалдырып, маған қолдау көрсете отырыңыздар. Сондай-ақ менің каналымнан бұдан бөлек көптеген тәттілердің, тағамдардың рецептін таба аласыздар. Описание бөлімінде ссылкасын қалдырамын. Міндетті түрде кіріп, ұнап жатса менің каналыма тіркеліп алыңыздар. Және қоңырауша белгісін басып қойыңыздар. Сол кезде менің каналымда шығатын видеоларды бірінші болып көретін боласыздар.